Сәлеметсіңдер ме, балақайлар? Бүгін мен сендерге отбасы хрестоматиясы әлдиден эпосқа дейінгі кітабынан алынған есектің арам болуы туралы аңызды оқып беретін боламын. Топан су басталғанда Нұх пайғамбарымыз кемеге барлық жан-жануарларды асығыс кіргізіп жатады. Есек кіріп келе жатқанда ібіліс оны арбап, «Есек, саған ерекше қасиет біткен, ешқашан досқа қиянат жасамайсың. Мені топан суға қалдырмай, өзіңмен бірге кемеге алып кір», деп жалынады. Есек келісіп, екеуі ішке ұмтылады. Сонда ібіліс: «Нұх мені кіргізбейді, құйрығыңа тығылып кірейін», дейді. Есек болса, «Мақұл», дейді. Ібіліс есектің құйрығынан ұстап алып, кері қарай сүйрейді. Есек шыдай алмай, ақырып жібереді. Шошып кетіп, зәр жібереді. Тар жерде топырлап тұрған хайуандар азан-қазан болады. Нұх есекке жекіп, «Кір ішке», дейді. Есек төрт аяқтап тұрып алады. Нұх екінші рет: «Ей малғұн, өткелді бөгемей кір ішке», дегенде есектен бұрын ібіліс кіреді. Нұх оған «Шық», дейді. Ібіліс: «Кір, малғұн, деген өзің, малғұн менмін, әміріңмен кірдім», деп кемеге жайғасады. Нұх сөзден жеңілген соң есекке қарап: «Көрген күнің қараң болар, жүрісің шабан болар, жегенің сабан болар, етің арам болар», депті. Есек содан бастап еңбегі адал болғанымен еті арамға айналады. Есектің әліге дейін өткелде суға зәр жіберетін жаман әдеті осы оқиғадан кейін қалыпты. Қазір де есек ібілісті көрсе, өткелдегі оқиға есіне түсіп, ақырып, жаны қалмай қорқады екен. Мінекей, балақайлар, есектің арам болуы туралы аңызды мен сендерге оқып бердім. Енді келесі кездескенше қош сау болыңдар. Менің каналыма тіркеліп, әрдайым менің ертегілерімді оқып тұрыңдар. Ал енді келесі кездескенше сау болыңдар.